Мотиватор, сен таза қатынсың. Анварбек, ты не мотиватор, ты қодық настоящий. Ешектің қодықсың сен, мен саған айтайын. Юбкаңды беріп ең ғой, есімде ма? Юбкаңды маған пресс-конференцияда. Мұха, что-то сен нервничать тұрған сияқтысың, алдында стердолында қарайып. Что-то емат кішкене нервничаешь, ежі. Иә, достар, қызықтың көкесі әлі жалғасуда. Мұхит Амантаев пен мотиватор әлі ерегесуде, ал жекпе-жекке бар жоғы бір ай шамасында уақыт қалды. Мотиватор әлі де контрактқа қол қоймады. Контрактқа бір күнде ала қалса қол қоямыз. Можно сказать, қойдық та уже. Барлығын рет-ретімен бастайық. Сіздермен бірге төбелес арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Ануарбек деген, мотиватор деген күйдірді адамды. Не істеп жүр, не қылып жүр бар ғой, түсінбейсің вообще бар ғой. Адам деген алдай жекпе-жек келе жатыр, дайындалу керек қой, кішкене бергіші. Қарашы, не істеп жүргені. Ануарбектің парақшасына қарашы. Рингте жүзін үре. Ринг, давай. Полное видео, еще сейчас полное видео на моем YouTube канале. Нағаш, на қара. Алла қаласа иншалла алда жекпе-жек келе жатыр да. Енді кеше Алматыға барған, кеше емес бүгін нан істеп жүрген қарасың. Таза күйдіргіді. Адам деген бір бойға 6 июнь деді ма? Сол 6 июнь, 6 маусымда болатын жекпе-жекке адам деген мақсат қойды, целі қойды. Енді соған дайындалса şimdi. Анияға, мынаға, байдан шыққан қатын сияқты, анияға секіре береймін, мынаға секірмей, ана Жұманға секірмей, Жұманнан бөлек тағы кімге секіріп жүр тағы да? Петр Янға секіріп жүр. Кішкене айналайын, кішкене адамда цель болу керек қой. Міне осы бойға дайындаламын, тура байдан шыққан қатын сияқтысың. Ана юбкаңды бар ғой, әлі сақтап қойғанмысың, юбкаңды үшін юбкі сұрайды ма? Юбкаңды беріп ең ғой, есімде ма? Юбкаңды маған пресс-конференцияда. Юбкаңда натури бар ғой, өзіңе кигізіп қой керек қой. Натури қатынсың ғой сен, байдан шыққан қатын сияқты. Анаған секіресің, наған секіресің. Натури, ё-моё. Менгі дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Адам деген дайындау керек қой. Анаяқтан Зия звондап отыр. Мұхит, что он делает дейді, поговори с ним. Если он вдруг там травму там возьмет деп жайында Зия осы сөйлейді да, енді өзі түсіндіріп жатыр да маған да. Ертең жекпе-жек қой дейді. Он еще контракт не подписал. Сен таза ешек емессің, ешектің қодығысың ғой сен таза, мен саған айтайын. Мотиватор, Анварбек, ты не мотиватор, ты қодық настоящий. Ешектің қодығысың сен, мен саған айтайын. Контрактке договорға қол қоймағансың ғой сен. Ты вообще о чем думаешь? Зия анау деді, мынау анау деді, менің контрактым бір бәле, что-то не то, пункттар бір бәле. Сен натури сен қатынсың ғой сен. Байдан шыққан қатын, ана қатындар болады ма? Байдан шыққан қатын өзі күшті, бәрі мықты, бірақ күйеу жаман. Дұрыс па? Сөйтіп ана еркекке барады, ана еркекпен дұрыс, ол еркек жаман. Ана еркек, сөйтіп ана еркектен мына еркекке секіріп жүретін қатындар болады ғой. Таза жаман сөз айтпай қойын енді чересчур. Қойсашы, тігіді, алда бой келе жатыр ғой. Либо мен ойымша ғой, секіріп кететін сияқты. Одан жақындағанда Конкретно секірейін деп отқан сияқты мынау. Мынадан бәрін күтуге болады бар ғой. Контрактке қол қоймаған ғой. Мен контрактке қол қойып қойған уже. Бұл бағана маған Зия звондайды, айтады, Мұхит, дорогой, он еще не подписал дейді да. Он ходит какие-то там жағы бір бәле сылтауларды іздеп жүр дейді да. Сылтау деген орысша дейді жағы. Какие-то там надо Джамбульский, надо Қызылординский. Орысша сөйлемейді да. Причину ищет дейді да. Короче, причина таппай жатыр да. Мен Зияға айтып жатырмын, если конкретно шықпаса, у нас там добрый пункте написано, басқа бір жігітті тапта, басқа бір жігітті рингке шығар деді. Потому что мен целеустремленно уже дайындалып жатырмын да. Қаншама ресурс, қаншама уақытым, қаншама ақшам кетіп жатыр мына жекпе-жекке. Ё-моё.
Ты давай завязывай. Жаман сөйлетпейін десең, жаман сөйлетесің. Не деу керек? Осы уақытқа дейін сен мәңгілеп кетті қой. Ойбай, Ануарбек деп. Шықпай қалады. Шығасың ба, шықпайсың ба, айналайын, басты ауыртпашы, айтса шықпайын деп. Контрактке қол қойсашы договорға, Натурисің, ё-моё. Вообще, ты как мужчина, ты вообще бар ғой, түсінігің жоқ, орысшалап айтқанда. Жарайды, орысшалап айтпай қойшы, жаман кетіп қалар екен. Сен вообще түсінігің жоқ адам екенсің. Даже еркек деген, жігіт деген атыңа затыңа сай емес екенсің. Мен қазір көресің, құдақ құдасың, на днях, если ты сейчас договор, контракт не подпишешь, мен соның орнына басқа адамды қоямын. Люди не хотят тебя видеть, люди меня хотят видеть, понимаешь? Сен итсің ғой, бам, гапкаешь, сен жоқ құлағансың, талай мәрте құлағансың, сен құламаған адамың жоқ қой, сен қаша ұйықтап қалған бір видеоңда, біздің брачка бар ғой, Мага деген бауырымыз бар, ініміз, Тараский біздің, содан жаман құлап, ойбай, не болды, бой бұтып қалды ма деген неге ана? Тиген жоқ қой? Тиген жоқ қой деген ойбай, не болды өзін, удар тиді ма, тимеді ма, деп потеря болып жүрсің. Я к чему это? Он не үшін айтып отыр мен. Ел халық менің бойға шыққанымды қалап отыр. Сен ойлап жүрген жүрсің, я звезда, я ойбай, менің арқамда. Какой ты звезда? Сен бір жүрген бір сасық боқсың. Жаман нәрсе айтқың келмейді. Ну ты выводишь из себя. Қанша еңбегің кетіп отыр, қанша уақыт кетіп отыр, қанша күш кетіп отыр. Мен дұрыс па, дұрыс емес па? Жұмысымды тастадым, бүкіл істерлігімді тастадым. Қаншама ақша, қаншама энергиям, қанша кетіп отыр, ё-моё. А сен жүрсің да, уақыт, ё-моё. Бала шағамды күніге жаңағы бала шағам қасында, оларды қазір мен тренировка менде режим деп мысалға дайындалып жүрмін. А сен лағып жүрсің. То анаған тиісесің, байдан шыққан қатын сияқты, то анаған тиісесің, то барасында Алматыға барасың, қазір тағы бір жерге барам деп жатсың. Ты завязывай, ё-моё. Қойсашы сені. Бүкіл елді халықты жынды қылдың ғой сен. Халық елің былай тұрсын, мені жынды қылдың ғой сен. Қазір на принцип, вот саған бар ғой, любой біреумен шығып кетемін, бар ғой, любой біреумен шығып кетемін. И ертең көресің сосын. Саусағын сорып, сосын қаласың. Қайтадан маған астынаға жылап келген ғой, мұхит, мойға шығайықшы, пожалуйста, мен шығам, мен подписать етем, мен пожалуйста, деп. Келесін анау, шапалағыңды алып кетемін ғой, бәм. Шапалағыңды аласың, только уже шапалақ емес уже. Мынаны аласың уже, көрдің ба мені? Мынаны аласың уже. Мені, мынаны емес. Не шок дейсің. Адам шатырын кетірдің, натуре. Мияқтан жағына, кімнен бір ұйықтап қалған жағына, Мага брачка бар ғой, соның бойын көрсейінші деген ғой. Магадан, брачкадан ұйықтап қалған. Кім еді ана? Бойы қаяқта мияқтан? Мотиватордың құлап қалған. Ё-моё, натурисің ғой, ё-моё. Міне, жүр ғой міне. Нормально, братан. Жоқ, нормально, братан. Ұйықтағанын көрсетейін сендерге. Ұйықтағанын салам алейкум. Ұйықтады ма? Сондай болады, дайындалмасың. Сен дайындалмасаң, байдан шыққан қатын сияқты осылай сегіп жүрсем, мына история бар ғой, дәл осылай қайталанады. Сен давай, прекращай. Сен уже Таразский школаны көріп қойғансың уже. Таразский школадан құлағансың. Мына біздің бауырымыз, ініміз өзіміздің. Мынадан сен құлағансың. Мына Таразский школа, білесің ба? Сен уже Таразский школаны саған көрсетудің қажеті жоқ. Тебя уже наказали конкретно уже. Басында болсын сөйлегені бар ана. Я тебя прочитал, как бірвәле, анау, деп қуып тұр ғой. Сонда көрсетейінші деп. Жарайды, мейлі. Короче, херню не страдай. Өз-өзіңді қолға алды. Алматы, қазір наматта жүр екенсің Алматы. Зачем тебе это надо? Бір жерге не қылсаш, зациклиться етсе, бір жерге зачем тебе это надо? Зачем? Не үшін? Вообще мен сен мына карттан бар ғой, Зияға айтамын, чтоб тебя с карты убрали. Нормальный, здравый, төбелесе. Сен миың жоқ сен бар ғой, у тебя куриный мозги натуре бар ғой. Миың сен кәдімгі солып қалған, мынандай брачкалардан құлап ана. Миың жоқ сен. Жасың 40-та, істеп жүрген іс тірлігін, барлығы сенің движениең
как будто 5-летний пацан сияқтысың. Дұрыс па менікі? Кола шаш. Кола шаш машинеге, Мишут. За это я тебе еще спрос сделаю, я тебе. Машинеге кола жазып құйып кеткен үшін. Қолыма кездеспей жүрсің, тағы да бір-екі чапалағыңды аласың сені. Әлі алда пресс-конференция болады, басқа болады. Дурачоксың ғой сен, дурачоксың. Давай, убирай. Ай, Шыбынжан, не вот біршама обращение жасап қойыпсың ғой маған. 2-3 видео шығарып қойыпсың ғой. Ануарбек бойдан отказ береді сияқты, отказ береді, там анау, мынау. Мұха, мен кіммен төйлесем, мен кіммен деген шоу жасайым, кіммен трэш-ток жасайым, мен оны өзім білем. Түсіндің ба? Сен паниковать етпе, сен дайындал, сен самый главный витаминді іш. Ана қартайып қалған сүйектерін ертең қозғала алмай қалып жүрмесін. Түсіндің ба? Сен маған уайымдама, бізде бой болады. Бойдан ешкім қашып тұрған жоқ. Тем более мен бойдан никогда қашпаймын. Түсіндің ба? Мен сенмен кәдімгі с удовольствием шығамын. Потому что бойға шығарған сені мен. Сен ұмытпа. Сені шығарып алып, мен бойдан қашады деп кім айтты саған? Сен уайымдама, сен дайындал. Мен өзім жұмысым жасап жүрмін. Мені кеше деген Номатқа шақырды пресс-конференцияге. Өзім жұмысым жасадым, нормально. Шығам, бойға шығам, төйлесем. Біздің датыға мен үлгерем. Екеуміз шығамыз, уайымдама. Папаражнекам анау мұнау деп жаза берме, түсіндің ба? Қайда жоқ, бірдемелерді жазасың, неме ананы айтасың, мынаны айтасың, паражняк видеоларын сен дайындал, болды. Нағыласың ба? Или чо, нервничать жүрсің ба? Че-то сен нервничать тұрған сияқтысың, алдында стердолында қарайып, че-то емат кішкене нервничаешь, ежі. Давай нервничать етпе. Кәдімгі достойный бой көрсетсек та. Құрметті бауырлар, ағайлар, Алла амандық берсе, иншалла 6 маусым Мұхит ағайлар Алматы қаласында Алматы аренада Құдай қаласа жекпе-жекке міндетті түрде иншалла. Әуел Алланың қалауымен шығады. Қаншама тер, қаншама еңбек, қаншама уақыт, қаншама менің күшім бәрі кетіп жатыр сол күнге, сол уақытқа. Ануарбек мотиватор шыға ма, шықпай ма, маған без разницы. Егер де ол қатын сияқты ар жаққа бер жаққа жүгіріп қашып жүре беретін болса, без проблем. Одан көп, не көп, басқа жігіттер көп. Заменяющий жігіттер өте көп. Сондықтан замена жасай саламыз. Сондықтан ешқандай артақ адам жоқ, тек қана алға, только газ, тормоз жоқ. Газ. Алматы арена. Бәрінді Құдай қаласа күтем. Мотиватор, сен таза қатынсың, ешектің қолдығысың. Мен саған конкретно айтамын. Екі сөйлейтін, пайдан шыққан қатындар болды, дәл сол сенсің. Ассаламу алейкум. Бірге болыңдар. Достар, ассалаумалейкум. Мощный, зрелищный бой болады. Мен сіздерге оны обещаю. Мұхит паниковать етіп жүр, өтірік мен бойдан қашып жүр деп. Контрактқа 1-2 күнде ала қалса қол қоямыз. Можно сказать, қойдық та уже 100% жарко болады, жарко жігіттер. Сомнение болмасын, сомнение. А Мұхит сен дайындал. Ал енді бұл жекпе-жекте кім жеңеді, өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған төбелес арнасы. Келесі жүздескенше. Мы за вас снимем, там,